ертек тыңдаған жақсы көресіңдер ма? Иә. Олай болса мен сендерге ит пен мысықтың аразы деген ертегі айтып берейін. Екеуі неліктен бір-біріне араз болды екен? Ертеде ит пен мысық өте тату болған екен. Екеуін де адам асырап үйінде ұстаған екен. Күндердің бір күнінде бір адамның май сіңген тері дорбаға салып сақтап жүрген алтыны жоғалады. Қанша іздесе де алтынды таппайды. Содан үйдің егесінің ынжырғасы түсіп, алтын жоғалғаннан кейін не істерін білмей, оның күннен күнге кері қарай кете береді. Күннен күнге кері қарай кете береді. Содан бір күні ол алтыннан айырылған адам жүдей бастайды. Тапқан таянғанын ішіп жеуге де жетпей қалады. Мұны көрген ит пен мысық үйдің егесіне жаны ашып кетеді да, екеуі айтады: "Қой, біз екеуміз мына үйіміздің егесінің дорбасын, алтынын тауып берейік" дейді. Сөйтіп екеуі ақылдасып жолға шығады. Тау тасты аралайды. Бармаған жері, баспаған таулары қалмайды. Жаңағы дорбаны таппайды. Содан екеуінің енді басы салбырап, екеуі қайтып келе жатқан кезде жаңағы майлы дорбаның иісі шыға бастайды. Содан ойпырмайна, майлы, мына біздің қожайынның дорбасының иісі ғой дейді. Сөйтіп майдың иісі мұрнын жар жібереді. Ит абалап сабалап кетеді, мысық мияулап кетеді. Сөйтіп екеуі іздей бастайды. Іздесе бір кішкентай тышқанның ұясы тұр екен. Сөйтсе сол тышқанның ұясын ит ары жүгіріп, бері жүгіріп, сабалап, әбден шаршап, сол тышқанның ұясын әйтеуір табады. Тауып, сол кішкентай қай жерде тышқанның ұядан иісі шыққанын сол жерді табады. Ол жерден сөйтіп ит абалап сабалап жаңағы жерді қаза бастайды. Ал мысық болса, мысық ол қарап отырады мияулап. Содан ит тер болып, үсті басының бәрі тер болып, жаңағы жерді абалап сабалап қазады. Сөйтіп қазып жатып, әйтеуір әрең дегенде қазып ең соңғы түбіне келген кезде жаңағы дорбаны тауып алады. Алтын буылған дорба тышқанның інінің түбінде жатыр екен. Содан ит қуанып кетеді де дорбаны алады да тісімен мысықтың алдына лақтырып жібереді. Міне біздің қожайынның дорбасы табылды, алтын түйілген деп. Мысық осы кезде қуланып дорбаны тісімен тістей салады да шатырдың үйдің үстінен секіріп жүгіріп қожайынның алдына алтынды тастай салады. Үйдің егесі алтынды алады да қуанып мысықты аймалай жөнеледі. Құшақтап мысықты: "Сен менің алтынымды тауып бердің, дорбамды тауып бердің" деп адам мысықты құшақтап иіскелеп жатады. Ит арсалаң етіп жетіп келеді де жаңағы үйдің егесінің аяғына оралып, қаңсылап, еркелей бастайды. Еркелеп аяғына оралады. Жаңағы адам өзі мысықты құшақтап отқан жаңағы итті бір теуіп жібереді, зекіп. "Бар шары, не болды мынаған" деп. Содан ит бүйтіп ойланып былай қарап отырады да ыза болып кетеді мысыққа. Мысыққа ыза болып кетеді, ол алтынды тапқан ит етін. Содан жүгіріп барып мысықты бас салады. Үйдің егесі екеуін әрең дегенде ажыратады. Ол екеуінің неге төбелесіп жатқанын үй егесі білмейді. Ал бірақ бұл жерде алтынды тапқан ит етін. Содан екеуін әрең ажыратады да үйдің егесі жаңағы мысықты құшақтап үйіне алып кетеді де итті қуып жібереді. Сөйтіп итті алысырақ ұстайтыны содан болады, итті алысырақ барып жат деп. Содан мысық үйдің мысығы болады да ит үйге кірмей далада күзететін болады. Сөйтіп далада қалып кетеді. Міне балалар. Содан бұл тышқан неге мысық екеуі бір-біріне өш болды? Мысық та уже тышқанға өш бола бастады. Адамның үйдің егесі болғаннан кейін.
Көрдіңдер ме балалар? Бүйерде иттің тапқан табысын, тапқан еңбегін қараңдаршы балалар. Мысық не істеді? Пайдаланып кетті. Пайдаланып кетті. Екеуі бірге әкелу керек еді. Ол екеуі бірге әкелген жоқ. Мысық өзі ала қашып кетті. Міне, содан мысық пен ит бір-біріне араз болып арылдайтын содан екен. Мысықты біз үйде ұстайтынымыз, ана адам білмей қалды, мысық тапты деді. Сөйтіп, мысықты үйде ұстап отыр. Ал итті далаға жіберді. Далада сен алыс отыр деп. Міне, содан мысық пен иттің аразы бір-біріне осыдан туған екен. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Дұрыс, ұнады. Өйткені міне, ит пен мысықтың бір-біріне араздығы осыдан туған екен. Иә балалар? Әйтпесе екеуі де үйде болған екен басында. Тату тәтті болған екен. Міне, үй адамының дорбасын тауып беремін деп, екі ортада не болды? Мысық өз қулығын асырам деп үйге кіріп алды адамның қасына. Ал ит болса далада қалып кетті. Бірақ балалар, ит адамның досы, е? Ит адамның досы. Дұрыс айтасыңдар. Міне, балалар, ертегі ұнады ма? Жақсы. Енді осы ертегіні түсініп жүріңдер.